Сәлем, сіздермен Жолдас 99. Бүгінгі видеода әдемі сөйлеп үйренетін боламыз. Біз әрдайым не айтып жатқанымызды бақылауға ұстауға тырысамыз, бірақ көбіне қалай сөйлейтінімізді аңғара бермейміз. Әңгімеде өздерін керемет сөйлеймін деп ойлайтындар және адамдармен қалай тіл табысуды білетіндер де қате жібереді. Ендеше бүгінгі видеода кең таралған 5 қателік және шешендік шеберлікті арттыру үшін олармен қалай күресу керектігі жайлы білетін боласыз. Паразит сөздер. Не ғой бүгін білесің бе? Мынадай жағдай болды. Жаңа конференцияда мен сөйлеп жатқан кезде сосын бір нәрсе айтуға тырысқанда жалпы еш нәрсе түспеді аузыма. Себебі жаңағы не еді? Білмеймін, короче. Мына басыма дым келмеді. Мына сөйлеммен салыстырыңыз. Бүгін мен конференцияда сөйлей алмадым, өйткені менің басыма ештеңе келмеді. Және мына сөйлеммен. Бүгінгі өткен конференцияда жолдастарыма өз пікірімді айта алмадым, өйткені ойыма ештеңе келмеді. Қайсы мысалы жақсы деп ойлайсыз және қайсы адамдардың назарын аудара алады? Әрине, соңғысы. Көрнекі сөйлеу әлде қайда жақсы қабылданады және есте сақталады. Паразиттерден арылудың екі жақсы әдісі бар. Смартфон қосымшасын жүктеп алыңыз, әңгімелеріңізді жазыңыз, содан кейін тыңдап талдаңыз. Екінші әдісі баяндамалар, кейбір мәтіндер мен жазбалар жазуға тырысыңыз. Содан кейін оларды тексеріңіз және өзіңізден сұраңыз. Әр сөйлемді одан да қысқа, қиялды және күшті ете аламын ба? Жылдам сөйлеу. Әдетте сіздің сөйлеуіңізде жоғары жылдамдық болмаса да, кейбір сезімнің әсерінен бейсаналық түрде жылдамдата аласыз. Алайда тез сөйлеу сіздің ақпаратыңыздың жартысы аудиторияға жетпейтіндігіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар дұрыс емес нәрсе айту қаупі бар. Сіздің сөйлеу жылдамдығыңызды даусыңызды жазу көмегімен бақылай аласыз. Осындай әңгіме кезінде асығыс болу әдетінен арылуға болады. Келесі сөйлемді бастамас бұрын терең тыныс алып, тыңдаушыларға сіздің айтқаныңыз қызығушылық білдіретінін елестетіп көріңіз. Өзіңізге сенім білдіріңіз. Тұйық дене тілі. Көптеген адамдар тұйық және ашық дене тілінің арасындағы айырмашылықты біледі. Ашық дене тіліне өзара қарым-қатынасқа достық пен ашықтықты білдіретін қимылдар, көзқарастар жатады. Тұйық дене тіліне айқастырылған қолдар немесе аяқтар, жұмылған жұдырықтар жатады. Бізде жағдайға байланысты өзімізді ұстау әдетіміз бар. Егер сіз біреумен келіспесеңіз, дене автоматты түрде әрекет етеді. Сіздің көзіңіз тартылып, басыңызды бұрып немесе қолыңызды айқастырасыз. Сізді түсінгенде немесе қолдағанда сіздің дене тіліңіз автоматты түрде ашық тілге ауысады. Сөйлеу барысында денеңіздің орналасуын және бет әлпетіңізді бақылауға тырысыңыз. Тәжірибе арқылы сіз мұны басқара аласыз. Келіспеушілік. Келіспеушілік әңгімелесушілердің келісіміне немесе келіспеушілігіне байланысты болып, нәтижесі өзгермеген кезде ғана әңгімедегі қателік болып саналуы мүмкін. Яғни ешқандай да жеміс бермейтін, тіпті әңгімелесушілердің пікірін жиі өзгертпейтін бос дау. Дегенмен, әрбір келіспеушілік қате емес, яғни келіспеушілік шығармашылық идеяларды тудырады. Адамдарды кейбір салаларда оқып үйренуге және жетілдіруге мәжбүр етеді. Келесі жолы сіздің көзқарасыңызға сай келмейтін абсурдты немесе бұрыс ақпарат естігенде оны жоққа шығаруға асықпаңыз. Пайдасыз даудың орнына әңгімеңізді түсінуге болатын басқа салаға ауыстырыңыз. Егер мүлдем шешімі болмаса, жай ғана арақашықтық ұстаныңыз. Қысқа әңгіме тақырыптары. Сіз жаңа адаммен немесе сізді жақсы білмейтін адаммен сөйлескенде сөздер тез кебуі мүмкін. Сіз өміріңізде кем дегенде бір рет сөз арасында ыңғайсыз кідірісті толтыруға тырысып, ыңғайсыз тақырыпта сөйлемдер құрастырған боларсыз. Әңгіменің жақсы тақырыптары ұзақ уақытқа созылып, дамып, басқаларға еркін енуі мүмкін. Ыңғайсыз жағдайға түспес үшін кез келген жағдайда және кез келген адаммен жұмыс істейтін 10 тақырып ойлап табыңыз. Бұл қиын емес. Сіз әрқашан адамдардан олардың өміріне қызығушылықпен қандай да бір мәселе бойынша кеңес сұрай аласыз, немесе кез келген адамға жат емес әртүрлі тақырыптарда сөйлесе аласыз. Егер видео ұнаған болса, лайк басып каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. 99 бен бірге дамы.